Қайырлы күн баршаңызға. Тәтті әлем каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сиырдың тілін қайнататын боламыз, яғни дұрыс қайнататын боламыз. Сиыр тілінің адам ағзасына өте пайдалы, яғни қан аздық кезде, бас ауыру кезде өте пайдалы болып табылады. Бізге ең алдымен осындай таза ыдысымызға жуылған сиырдың тілі қажет болады. Пияз, бұршақ, ақ желкеннің сабағы, яғни петрушканың сабағын салдым. Бір сәбіз салсаңыздар болады. Үстінен таза су құйып, қатты отқа қоямыз. Қайнатып алып, суын төгіп тастаймыз. Бетіндегі көбігі шыққанға дейін қайнатамыз. Осылай бір қайнағаннан кейін төгіп тастап, тағы да таза су құйып, 3,5 сағат қайнататын боламыз. Орташа отта. Бір қалыпты орташа отта 3,5 сағат қайнауы керек. Сиыр тілі дайын болып шықты. Жұмсарғанша пісіріп алдым. Енді сыртын тазалайтын боламыз. Қабығын өте оңай, тез тазаланады. Қатты жерін осылай пышақпен тіліп жіберсеңіздер, ары қарай оңай болады. Тазалап біттік. Енді осылай бөліктерге бөліп, жұқалап, кесіп алып, әсемдейтін боламыз. Сиырдың тілі адамның ағзасында бас ауруды және қан аздыққа жақсы көмектеседі екен. Әсемдік үшін осылай қызанақтың сыртын пайдаландым. Біздің тіліміз дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді және жұмсақ болып пісіп шығады. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.